Салоникалыларға жазылған екінші хат, 1 бап. Әкеміз Құдайға һәм иеміз Иса Масихқа тиесілі болған Салоника сенушілерінің жәмәтіне Павел, Сила һәм Тимофейден сәлем. Әкеміз Құдайдың һәм иеміз Иса Масихтың мейірімі һәм тынышлығы сізлерге яр болсын. Туысқанлар, сізлер үшін һәмме уақытта Құдайға шүкірлік ету парызымыз. Осылай істеуіміз орынлы. Себебі сеніміңіз күн сайын өсіп, әр қайсыңыздың бір-біріңізге деген сүйіспеншілігіңіз артып бармақта. Сондықтан біздер басыңыздан кешіп атырған барлық қудалау һәм азап ақыретлер уақытындағы сізлердің сабырлылығыңыз һәм сеніміңіз үшін Құдайдың жәмәтлерінде сіздер менен мақтанамыз. Бұлардың һәммесі Құдайдың әділ жазасының белгісі. Нәтижеде шегіп атырған азабыңыз үшін сіздер Құдайдың патшалығына ылайықлы деп саналасызлар. Құдай әділ. Сіздерге азап бергенлерге ол азаппенен жауап қайтарады. Азап шегіп атырған сіздерге болса, біздер менен бірге тынышлық береді. Бұлардың һәммесі иеміз Иса өзінің құдіретлі періштелері менен жалынлаған от ішінде аспанда көрінгенде жүз береді. Сонда иеміз Иса Құдайды білмей тұғынларды һәм өзі хақында қош хабарға бойсынбағанларды жазалайды. Олар мәңгі набыт болуға хүкім етіліп, иеміздің жүзінен һәм құдіретлі салтанатынан алсылатылады. Иеміз келген күні өз мұқаддеслері тәрепінен ұлыланып, бүткіл сенушілер тәрепінен алғысланады. Олардың арасында сізлер де боласызлар. Өйткені біздердің ол хақында берген гуалығымызға сендіңлер. Сондықтан сізлер үшін бәрхолла дуа етіп атырмыз. Құдайымыз сізлерді өзі шақырған өмірге ылайықлы қылсын. Әр түрлі жақсы арзу арманыңызды һәм сенімге тикарланған әр бір ісіңізді өз құдіреті менен әмелге асырсын. Солай етіп, Құдайымыздың һәм иеміз Иса Масихтың мейірімі менен иеміз Исаның аты сіздер арқалы ұлылансын, һәм сізлер де ол тарапынан мәртебелі болыңлар. Салоникалыларға жазылған екінші хат, 2 бап. Туысқанлар, енді Иса Масихтың қайта келуіне һәм біздердің оның алдына жиналуымызға байланысты сіздерден мыналарды өтінеміз. Иеміздің күнінің әлі қашан келгенін айтқан әр қандай пайғамбаршылық сөз ямаса біздер жібергендей етіп көрсетілген хат себеплі ақылдан дәрхал азып тәшвишленбеңлер. Өзлеріңізді ешкімге ешқандай жол менен алдатпаңлар. Себебі сол күн келуге дейін дәслеп сенімнен қайту басланып, низамды бұзушы, яғни тағдыріне набыт болу жазылған адам пайда болады. Сол адам Құдайға, ямаса адамлар Құдай деп сыйнатуғын әр бір нәрсеге қарсы шығып, өзін һәммеден жоғары қояды. Хәтте ол Құдайдың ибадатханасындағы мұқаддесханада отырып, өзін Құдайман деп жариялайды. Сіздер менен бірге болғанымда, осыларды айтқаным еслеріңізде жоқ па? Сол адамның өз уақытында пайда болуына дейін, әзір оны не ұслап тұрғанын білесізлер. Ауа, низамсызлықтың сырлы күшлері әлі қашан әрекет етпекте. Бірақ, осы күшті ұслап тұрушы жоқ қылынбағанша, ол өз ісін давам ете береді. Бұндан соң, низамды бұзушы пайда болады. Бірақ, иеміз Иса оны ауздан шыққан демі менен өлтіреді. Һәм өзінің ұлы салтанаты менен келгенде жоқ қылады. Сол адам шайтанның күші менен келіп, әр түрлі құдірет, жалған белгілер менен таң қаларлық нәрселерді һәм набыт болатұғынларды алдаушы әр түрлі жаманлықларды көрсетеді. Өйткені олар өздерінің құтқарылуы үшін
хақиқатлықты сүюден бас тартқанлықтан набыт болады. Сонлықтан жалғанға сенсін деп, Құдай оларға алдаушы бір күш жібереді. Солай етіп, хақиқатқа сенбей, жаманлықтан рәхәтленетұғынлардың әммесі хүкім етіледі. Бірақ біздер иеміз, сүйген туысқанларымыз болған, сіздер үшін әмме уақыт Құдайға шүкірлік етуге парызлымыз. Себебі Құдай мұқаддес рух тарапынан мұқаддес қылынуыңыз арқалы, һәм хақиқатқа сенуіңіз арқалы құтқарылуыңыз үшін сіздерді әуел бастан таңлап алған еді. Иеміз Иса Масихтың ұлылығына ерісуіңіз үшін біздер жариялаған қош хабар арқалы Құдай сіздерді осы құтқарылуға шақырды. Сол себеплі, туысқанларым, беккем тұрыңлар. Біздердің сөз ямаса қат арқалы сіздерге үйреткен талиматымыз бойынша іс тұтыңлар. Иеміз Иса Масихтың өзі һәм біздерді сүйіп, мейірім шапааты менен біздерге шексіз жұбаныш һәм жақсы үміт берген әкеміз Құдай сіздердің кеуілдеріңізді жігерлендіріп, әр қандай жақсы істе де, сөзде де күш қуат берсін. Салоникалыларға жазылған 2-ші хат, 3-ші бап. Құлласы, туысқанлар, иеміздің сөзі сілердің араңызда қалай жайылған болса, еді де солай тезлікпенен жайылып, хүрметке бөлене берсін деп, біздер үшін дуа етіңдер. Жаман һәм жауыз адамлардан құтылуымыз үшін да дуа етіңдер. Өйткені, адамлардың әммесі сенуші емес. Бірақ, иеміз садық. Ол сіздерге күш қуат беріп, шайтаннан сақлайды. Иеміз сіздер менен қарым қатынаста болғанлықтан, бұйырғанларымызды істеп атырғаныңызға һәм істейтұғыныңызға сенеміз. Иеміз жүректеріңізді Құдайдың сүйіспеншілігіне һәм Масихтың сабырлылығына қарай жетелесін. Туысқанлар, иеміз Иса Масихтың атыменен бұйырамыз. Біздерден алған талиматты тыңламай, іс жақбаслық етіп жүрген барлық туысқанлардан аулақ жүріңдер. Біздерден қалай өрнек алуыңыз керек екенлігін өздеріңіз білесіздер. Себебі біздер араңызда болғанымызда талапсыз жүрген жоқпыз. Ешкімнің нанын бейпіл жемедік. Керісінше, ешбіріңізге ауырманлығымыз түспесін деп, күні түні ауыр минет еттік. Жәрдеміңізді қабыл етуге хақымыз болмағаны себеплі емес, ал сіздер біздерге еліклесін деп, өрнек болуымыз үшін ұсылай іследік. Хәтте, біздер сіздер менен бірге болғанымызда, кім-де-кім минет етуді қалемесе, ауқат та жемесін деген бұйрықты берген еді. Өйткені араңыздағы айырымлардың талапсыз болып, еш жұмыс істемей, басқалардың ісіне араласып жүргенін естіп атырмыз. Бұндай адамларға иеміз Иса Масихтың аты менен жалбарынамыз, һәм мынаны бұйырамыз. Тыныш минет етіп, өз нанын өзі тауып жесін. Ал сіздер, туысқанлар, жақсы іс істеуден жалықпаңлар. Егер бұл хаттағы сөздерімізге құлақ аспағанлар болса, оны айырып қойыңлар. Оны ұялту үшін байланысты үзіңдер. Бірақ оны дұшпан деп санамай, туысқан сыпатында ескертіңдер. Тынышлық беруші иеміздің өзі сіздерге әмме уақытта, әр қандай жағдайда тынышлық берсін. Иеміз әммеңізге яр болсын. Мен, Павел, бұл сәлемді өз қолым менен жазып атырман. Менің әр бір хатымда бұл белгі бар. Мен ұсылай жазаман. Иеміз Иса Масихтың мейірімі әммеңізге яр болсын.